Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, ешқандай сүтпен де жұмыртқамен де қосылмайтын өте дәмді жұмсақ күлше нандар дайындаймыз. Ең алдымен жарты шай қасық тұз, жарты ас қасық қант салып, ыдысымызға үстінен жылы суды құямыз. Жақсылап араластырып, тұз бен қантты ерітіп, одан соң үстінен ас қасықты толтырмай осылай құрғақ ашытқа саламыз. Одан кейін 2 қасық, 2,5 қасық сұйық май, өсімдік майын құйып араластырып аламыз. Жақсылап араласқаннан соң ұнымызды ақырын салып, ең алдымен қасықпен жақсылап араластырып бастаймыз. Ұнды бірден көп салуға болмайды. Мен барлық видеомда осыны айтып өтемін. Бірден көп салсаңыздар, қамырларыңыз қатты болып қалады. Содан соң қолымызбен осылай қамырдың басы біріккеннен соң қолымызбен илей бастаймыз. Көп ұнын салмаймыз, аз-аздан салып, осындай жұп-жұмсақ етіп қамырымызды илеп аламыз. Міне көріп тұрсыздар, өте жұп-жұмсақ, бірақ қолға жабыспайды. Осылай бетін пищевой пленкамен жауып қоямыз. Жылы жерге қоюдың қажет жоқ, өзі-ақ көтеріледі. Осылай ыдыстан алып, табақтан алып, оны күлше нандарға бөліп дайындап аламыз. Менде осы аз-ақ қамырдан 6 күлше нан дайын болды. Нанның формаларына келтіріп аламыз. Әдемілеп кішкентай күлше нандар дайындап аламыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Одан соң менде күнжіт бар еді. Сол күнжітті нанның айналасына сеуіп, әсемдеп алдым. Міне көріп тұрсыздар. Енді біз осыны 200 градуста пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан уақытын айтқан жоқпын. Өте жұп-жұмсақ, дәмі де өте әдемі, тәп-тәтті, дәмді нан шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар.